Бәріңізге сәлем достар. Сіздермен бірге айерке. Бүгінгі видео сабақта мен сіздерге стоп-лоссты дұрыс қою принциптерін түсіндіріп беретін боламын. Жалпы стоп-лосс ол именно саудада өте қатты маңызды рөл атқарады. Міндетті түрде каждый сделкаға кірген кезде стоп-лосс қойылу керек. Өйткені стоп-лоссты қою деген сөз сен сол сделкаға кіретін суммаңды жоғалтуға дайынсың. Яғни сен уже рискті қабылдаған керексің. А если адам стоп-лоссты қоймайтын болса, то есть миында рискті қабылдамайтын болса, ол адам чуть-чуть бір свечи қозғалып қалса, сол сделканы жауып жібереді. Чуть-чуть какой-то откат болса, сделканы жауып жібереді. То есть стоп-лоссты қойғаннан кейін, все, стоп-лоссты қойдың, это значит, сен сол рискті уже миыңда қабылдап тастадың деген сөз. Яғни стоп-лоссты қою, ол біріншіден сенің психологиялық жаңағыдай сделканы ашып жауып разгон азарт жасап кетуден сақтайтын нәрсе болып саналады. Екіншіден, стоп-лосс ол сенің депозитіңді сақтайтын инструмент. Яғни сен бір ғана сделкадан бүткіл депозитіңді жоғалтып алу рискісінен сақтайсың. То есть жоғалтып алудан сақтайсың. Кеттік. Стоп-лоссты қоюдың принциптері. Бірінші принцип ол всегда стоп-лосс за последний минимум либо за последний максимум қойылу қажет. Мысалға, қараңыздар. Сіздерде если тренд шортқа келе жататын болса, мен өзім по опыту көргенмін, то что стоп-лоссты слишком жақын қойып қоятындар бар, за телом қойып қояды, либо слишком алыс қойып қоятындар бар. Всегда прям принцип ол минимум либо максимумға стоп-лосс қойылу керек. Мысалға, если тренд сіздерде осы жерде 15 минуттық таймфрейм бойынша жаңағыдай 15 минуттық имбаланстың инверсиясынан ашылатын болса, қараңыздар, стоп сол 15 минуттық таймфреймдегі максимумға қойылады. Если сделка 5 минуттық таймфреймнің 5 минуттық точка входа бойынша ашылатын болса, именно сол 5 минуттағы за последний минимум, либо за последний максимум менен стоп-лосс қойылады. То есть, қай таймфрейменен сделкаға кірдіңіз, сол таймфреймдегі минимумға, либо максимумға стоп-лоссты қою қажет. Вот. Одан кейін келесі бұл жалпы по тренду торговля жасаған кезде осылайынан қойылу қажет. Мысалы, көп адамдар жаңағыдай ликвидность болып кетуден қорқады да, на моменте стоп-лоссты мысалы 5 минуттық таймфреймнен ашады дағы осы жерден стоп-лоссты мынаған қойып қояды. Негізінде ол жерде минимум ол мынау. Если мына инверсиядан кіретін болсаңыздар, қараңыздар, 5 минуттық имбаланс, мынау инверсиядан кіретін болсаңыздар, сенің стоп-лоссыңыз мына жерде на минимумдардың астында тұрмау керек. Неге? Себебі ликвидность болып шығып кетесіздер. Сіздің стоп-лоссарыңыз вот мынау 5 минуттағы последний не минимум, ол осы болып саналады. Яғни стоп-лосс осының артына қойылу керек. А не так, мына минимумның артына емес. Ол чуть-чуть келеді, фрактальный ликвидностьті шешеді дағы, одан кейін дальше кетіп қалады. Если точка входа осы имбаланстың инверсиясына болатын болса, допустим, мына жерден уже обратный рытас кезіне кіретін болсаңыздар, қараңыздар. Мына жерден кіретін болсаңыздар, ол кезде стоп мына минимумға қойылады. Былай қойылмайды, мына алысқа қойылмайды. Ол кезде мына минимумға қойылады. Неге? Себебі сіздер мына имбаланстың инверсиясына кіріп тұрсыздар. И сделкаларыңыз где-то 1-1, 1-1,5 солайынан шығады. А тейктарыңыз за последний сіздерге ең жақын тұрған тейкті қойған дұрыс негізінде, чтобы винрейт жоғары болу үшін. Неғұрлым сіздер мына сделканы дальше перетягивать етесіздер, дальше өсе береді ғой деген фомаменен перетягивать етесіздер, соғұрлым сіздердің сделкаларыңызды минусқа кетуі, винрейттің түсуі, вероятності жоғарылайды сіздерде. Поэтому стоп всегда за последний максимум, сол кірген жердегі максимумнан және дағы минимумға қойылады. Ал тейк ең жақын тұрған сіздерге ең жақын тұрған ликвидный зоналарға немесе қарсы тұрған F-та напротив зонаға қойылады. Мысалға, если мына жерде сіздер за ордер блокын қоятын болсаңыздар, тейктарыңызды мына жерде ордер блоктан көрдіңіздер ғой, чуть-чуть откат берді. И сіздердің қорқасыздар дағы шығып кетесіздер. Мынандай моменте лучше сізге напротив F-та зона тұрма, мынау қараңыз, мына ордер блок қой, F-та зона тұрма, напротив снятия ликвидности ма, вот, стоп, қайда тұру керек? Мына жерде, тейктарыңыз осы жерде тұру керек, значит. Мына жерде уже обратно откат болған кезде көп адамдар қайтадан жаңағыдай, надан жаппадым деп дағы, надан жабыла бастайды. Лучше тейктарыңызды сразу ордер блокқа жетпей, чуть-чуть F-та зонаға қоятын болсаңыздар дағы, тейкті сіздерде алып береді. Вот. Одан кейін келесі Фибоначчидің зоналарына. Фибоначчидің зонасына қойған кезде, если сіздерде 0,5-дан уже подтверждение болып, 0,5-дан откат беріп тұратын болса,
Фибоначчиді ана последний деңгейіне қоюдың қажеті жоқ стопты. Вот, қараңыздар. Допустим, мына сделкада вот новый импульстан бар Фибоначчи сызайық, плайның. И сіздердің тегтарыңыз, сделкаларыңыз қараңыздар. 0,5 зонадан чуть-чуть асты, но уже фрактальный ликвидностьті снимать етеді дағы, шортқа нарратив бастап тұр, иә? Сіздердің стоптарыңыз мынаны астына қоюға болады. То есть не обязательно на Фибоначчидің прям барып за последний деңгейіне қоюға емес, мына максимумға уже қоюға болады сделканы. 5 минуттық таймфреймен ашылды ма сделка, 5 минуттық минимум либо максимумға қойылады. 15 минуттық таймфреймен ашылды ма, 15 минуттық минимумға либо максимумға қойылады. То есть қай таймфреймен кірдіңіз, сол таймфреймдегі минимум максимум деңгейіне қойылады. Фибоначчимен кірген кезде осылай 0,5-дан не закрепилось выше, чуть-чуть телосымен өтеді ол всегда, но обратный откат береді. Бұл деген сөз уже не закрепилось дегенді білдіреді. А не так, все теломен өтті, слом емес, теломенен өткеннен кейін ол обратный откат берсе, это уже снятие ликвидности. Вот. И сіздердің стоп-ластарыңыз мына жерде уже мынаған қойылады. То есть стоптарыңыз кішкентай, а тейктарыңыз үлкен болады. А если сіздер стоптарыңызды мына максимумға қоятын болсаңыздар, ол кезде жаңағыдай бірге бір солай шығады сіздерде. Вот. Одан кейін имбаланс ликвидный зоналарға қойылу керек. Имбаланста, мысалға, имбаланстың түріне қарай байланысты болады. Ол жерде қай таймфреймдегі имбаланспен кірдіңіз, соған тоже байланысты болады. Мысалға, алтында өзінде именно четко жұмыс жасайтын, отрабатывать ететін имбаланстар бар, который сол жерден кіру керек. Стопты мысалға үшінші имбалансқа қоюға болады деген секілді. Брейковый гептің артына қоюға болады дегендей өзінің особенностары бар. Яғни имбаланстан қойған кезде де соны ескерулеріңіз керексіздер. Мысалға сіздер бірінші имбаланстан кіріп, екінші имбалансқа барып стоп қоя алмайсыздар. Имбаланс ол всегда пустой зона болып саналады. Яғни как пружина секілді. Сіздер білмейсіздер ол имбаланстың ішінде жүрген кезде қай имбаланстан дальше кетіп қалады, потому что мынау іші пружина. Ол пустой зона болып саналады. Баға обратный откат болған кезде осы пустой зонаны заполнять етуге тырысады. Вот, мысалға импульс болды ма, мына жақта имбаланстар тұр, қараңыздар. 30 минутта имбаланстар тұр, 1, 2, 3 имбаланс тұр. Мына пустой зонаны заполнять ету үшін вот коррекция болады. И осы ситуацияда қараңыздар, брейковый гепқа дейін бармау керек. Брейковый гепқа дейін баруы тест болып, это уже шорт нарративтің ауысқандығын көрсетеді сіздерге. Вот, то есть имбаланстан тоже осындай стоп-лоссты қоюдың өзінің принциптері бар. Мысалға, қараңыздар. Мына жерден қазір мына имбаланстан кіріп, 30 минутта мына имбаланстан кіріп, сіздер стопты мынаған қоя алмайсыздар. Прям нақты имбаланстан кірген кезде олай қойылмайды стоп. Вот. И одан кейін келесі ликвидный зоналар. Мысалға, ликвидный зоналар деген прям өте жақсы отработка беретін, и винрейті жоғары зона болсынады. Менде утром берілген сигнал, таңғы 6-та берілген, осы снятие ликвидностьтен берілген болатын, қараңыздар. Вот, стопты мына жерде тұрды, и тейк где-то осы жерлерде тұрды. 200 пипсқа отработка беріп берді. Вот, қарайтын болсаңыздар, бірінші тейк ол мына жер, ең жақын минимум, осыған тұру керек, бірінші тейктарыңыз. Одан кейін дальше перетягивать етуге болады мына жаққа дейін. Бірақ всегда прям тейкті қойған кезде желательно разгонда бірнеше позиция ашып тастайсыздар ғой, сол кезде хотя бы 50%-ын сделканың ең жақын тейкқа қойылу керек. Себебі частично уже сіздерде плюспенен жабылады, ең жақын тейкқа қоятын болсаңыздар, и одан кейін дальше безубыточно қойылу керек. Мысалға, алтының движениесында 50 пипс сделка плюс беріп тұрма, одан кейін безубытокқа қойылу керек. Неге? Себебі обратный откат болып кеткен кезде сіздер минуспен емес, хотя бы плюспенен шығу үшін. Вот. Стоп-лосстың өзінің осындай қойылу принциптері бар. Қорытындылап кететін болса, қараңыздар. Всегда қай таймфрейммен сделка ашылды, сол таймфреймдегі минимумға либо максимумға қойылу керек. Одан кейін Фибоначчидің зонасында қай зонадан подтверждение болды, уже 0,5-дан мысалға кетіп жатыр ма, сол 0,5-дағы минимум либо максимумға қоюға болады. Не обязательно там Фибоначчидің за последний уровень. Либо андай ошибка жасауға болмайды, селасына барып стоп-лоссқа қою деген. Всегда стоп-лосс за фитилем тұру керек, прям за фитилем тұру керек. И одан кейін спред деген нәрсе бар, чтобы спредпенен шығып кетпес үшін. Спред дегенді как скальзывание деген сияқты түсінуге болады. Мысалға, қараңыздар, если мен стопымды мына жерде чуть-чуть дальше қоймасам, 92-ге 90-ға қойатын болсам, мен стоп алып кететін еді. А если мен стопты мына жаққа 94-ге қоятын болсам, уже стоп алынбайды. То есть кірген точка входаларыңызда желательно
бір 10 пикс болсын, чуть-чуть ары қою керек, чтобы сіздерді спредпенен шығарып тастамас үшін. Хотя именно сенің зонаңа келеді дағы разворот алып кетеді. Вот, сол үшін жаңағыдай стопты запас етті максимум либо минимум қою керек, спредтен сақтану керек. Сол кезде сіздерде финрейттеріңіз жоғарырақ болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын.